Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін біз дүниежүзі тарихы пәнінен кезекті лекциялар курсын жалғастырып жатырмыз. Бүгін бізде Үндістан 1947 жылдан 2020 жылға дейін. Біз барлығымыз білеміз, Үндістан ұзақ уақыт бойы негізінен 18 ғасырдың соңынан Ұлыбритания империясының колониясы болды. Және де 1947 жылы Үндістан осы тәуелсіздік алды және оның ең алғашқы премьер-министрі Джавахарлал Неру болған. Бұл адам атақты Махатма Гандидің шәкірті десе болады. Оның ұстаздық етуімен Үндістанның ең негізгі саяси партиясы Үнді ұлттық конгресі партиясының төрағасы болған. Үндістан алғашқы премьер-министрі. Неру негізі әлемдік саяси қайраткерлердің ішінде ең танымал адамдардың қатарына кіреді. Сондай-ақ бұл Үндістан тарихында ерекше рөл қалдырған Индира Гандидің әкесі болып табылады. Үндістан 47 жылы тәуелсіздік алуы, оның бірнеше салдары бар. 1947 жылы Үндістан жалпы тәуелсіздік алған кезде ағылшындар Үндістанды екі мемлекетке бөліп тастаған болатын. Негізінен діни принцип бойынша Үндістан одағы. Бұл мемлекетте ең алдымен индуизм діні басым болды, және екіншісі ол Пәкістан. Бұл мемлекетте ислам діні басымдылыққа ие болды. Тәуелсіздік алысымен бірден екі мемлекеттің арасында қақтығыстар орын алды. Ең алдымен бұл қақтығыстар ұлтаралық және діни қақтығыстардың салдарынан болған, сондай-ақ осы кейбір шекара мәселелері бойынша да. Тәуелсіздіктің алғашқы күндері осындай қайғылы жағдаймен орын алды. Үндістаннан мұсылмандар Пәкістанға ағылды, керісінше Пәкістаннан индуизм дінін ұстаушылар Үндістанға ағылды. Шекарада екі дін өкілдерінің арасында қанды қақтығыстар болды, жүздеген мың адам қаза болған. Сондай-ақ осы оқиғалардың барысында халықты тыныштандыруға тырысқан осы Махатма Ганди қаза тапқан болатын. Ганди туралы қосымша мәліметті оны интернет желілерінен алуға болады. Бұл тұлға жалпы Үндістанның тәуелсіздік алуына ең негізгі септігін тигізген адам. Сондай-ақ Үндістанның рухани пірі десе болады. Тәуелсіздік алысымен Үндістанда ішкі әкімшілік дағдарыс басталып кеткен болатын. Өйткені Үндістанның болашақ саяси құрылым мәселесі өте өзекті болды. Мәселен, Үндістан негізі бұл көп ұлтты мемлекет, көп дінді мемлекет болып табылады, және бұл мемлекеттің саяси құрылымы қандай болу керек мәселелері өте күрделі. Пікірталастардың барысында Үндістан федерациялық мемлекет болатын болды. Яғни Үндістанның ішінде әлі күнге дейін қазіргі кезде осы штаттар, мысалы ақш-тағы сияқты, және князьдіктер де бар. Және бұл әр штаттың өзінің басшылары бар. Князьдердің өздерінің князьдері бар, яғни монархтар бар, бірақ олардың үстінде тұрады Үндістанның премьер-министрі. Неру билікке келгеннен кейін ең алдымен осы экономика мәселелері өте өзекті болды. Неру осы социализмнің элементтерін, яғни мемлекеттік секторды дамытуға, сондай халық өмірінде мемлекеттің рөлін арттыруға мән берді. Және социализмді құру барысында ол ең алдымен КСРО-ға сүйенген болатын. КСРО-ның ықпалымен, КСРО-ның көмегімен Үндістанда индустрияландыру басталды, және КСРО инженерлері, құрылысшылары көптеген ірі құрылыстарды жүзеге асырған болды. Сондай-ақ КСРО Үндістанға әскери, әлеуметтік көмекте көрсетті, азық-түлік жіберіп отырды, қару-жарақтың түрлі қару-жарақ жіберді. КСРО-ның мысалында Үндістанда 5 жылдық жоспарлар жүзеге асыра бастады. Соның салдарынан Үндістанның экономикалық табыстары біршама болған, алайда 50-60 жылдары халық санының өте жылдам өсуі экономикалық өсімнің нәтижелерін жоққа шығарды. Мәселен, 1950 жылдары Үндістанда
миллион адам тұрса, 60 жылы 440 миллионға жеткен болатын. Жавахарлал Неру 1964 жылы қайтыс болып, оның орнына Лал Бахадур Шастри келді. Бұл Үндістанның екінші премьер-министрі, алайда оның билігі ұзаққа созылмады. Үлкен жаста болуына байланысты кейбір кездері оның қайтыс болуы ұйымдастырылған себеп деп айтады. Оның орнын, Шастридің орнын Индира Ганди басқан болатын. Ол Үндістан тарихында ұзақ жылдар бойы билік еткен саяси қайраткерлердің қатарына жатты. Ең алдымен Индира Ганди тұлғасы мынау Нерудың қызы ретінде танымал. Ганди 1966-1977 жылдары Үндістан премьер-министрі болды. Кейін тағы да 80-84 жылдары қайтадан премьер-министр болды. Индира Ганди неге осындай атқа ие, егер де ол Нерудың қызы болса? Кішкене тоқталып кетсек, жалпы Индира Ганди ол негізі индуизм дінінің өкілі болатын. Мынау Үндістанда каста мәселесі өте күрделі екенін білесіңдер. Осыған байланысты мынау Индира Ганди ол ислам дінінің өкіліне, яғни мұсылманға тұрмысқа шыққан болатын. Ал Үндістанның саяси тарихында, яғни саяси мансап, карьера құру үшін бұл үлкен кедергі болатын еді. Сондықтан да мынау Махатма Ганди осы 40-шы жылдары қолдау көрсетіп, Индира Гандидің күйеуін өзіне осындай асырап алғандай болды. Және Индира Гандидің күйеуіне өзінің фамилиясын береді, яғни Ганди. Сәйкесінше Индира осы өзінің күйеуінің фамилиясын алып, Индира Ганди болып шыға келеді. Осылайша Индира Ганди ол Нерудың қызы және де Үндістанның негізін салушы десе болады. Махатма Гандидің келіні деп айтуға болады. Индира Гандидің кезеңінде Үндістан өте маңызды оқиғалар орын алды. Ең алдымен осы Үндістанның негізгі партиясы Үнді ұлттық конгресі партиясында ішкі дағдарыс басталды. Яғни мынау Гандиді қолдамаушылардың санының көбеюімен түсіндіруге болады. Сондай-ақ оның жеке топтардың діни мәселеге, ұлтаралық мәселеге көзқарасына байланысты. Және осы жылдары діни солшылдық мәселе күшейді, лаңкестік әрекеттер ұлғайды, экономикалық қиындықтар орын алды. Сондай-ақ аштық қаупі болды. Осы аштық қаупін жыл сайын елге миллиондаған тонна бидайды әкелу арқылы шешуге тура келді. Соған қарамастан көптеген азаматтардың аштықтан қырылуы өте жиі болып жатты. Бұл мәселе тек осы Гандидің тұсында жасыл революция деген атпен аграрлық саясаттан кейін ғана шешілген болатын. Мынау Ганди билікке басына келген кезде Нерудың саясатына кішкене өзгертіп, экономикалық мынау социализмнен бас тарта бастады, яғни мемлекеттік секторды қысқартты. Жеке секторға қолдау көрсете бастады, 5 жылдық жоспарларды енгізген болатын. Алайда бұл уақытша іс-шаралар ғана болатын. Индира Ганди мынау социализмнің құрылысын, социалистік реформаларды жалғастыруын жүргізе берді әрі қарай. Бұның барлығы 1974-75 жылдары осы Гандидің кезіндегі қақтығыстар жаппай тәртіпсіздіктерге, қақтығыстарға орын алып келді. Соның салдарынан мемлекет елде төтенше жағдай енгізуге тура келді, және де енді төтенше жағдайында оппозицияны тарату, қарсы шығушыларды, митингтерді күштеп тарату, солар жүзеге асырылды. Соның арқасында нақты социалистік реформалар жүргізіле бастады. Сөйтіп 75-76 жылдары экономикалық реформалар жүргізудің нәтижесінде біршама экономикада өркендеу байқалды. Мәселен, 77 жылы экспорт 1-34%-ға өскен, елдің валюталық резервтері 2,5 есе артып, 2,8 миллиард долларға жеткен екен. Ал 1977 жылы Үндістан рекордтық өнім жинап, 20 миллион тонна бидай қорын құрған. Содан кейін осы уақыттан бастап Үндістан сыртқа бидайды экспорттай бастаған. Дегенмен экономикадағы бұл соңғы жылдардағы жетістіктер
үнді ұлттық партиясының беделін қалпына келтіре алмады. 77 жылы Жаната парти коалициясы жеңіске жетті. Яғни бұл осы үнді ұлттық конгресінің қарсыластары құрған үлкен коалициялық партия болатын. Оның басшысы Десай еді. Алайда бұл коалиция олар тіл табыса алмай, ақыр соңында 80 жылы ыдырап кетті. Сөйтіп билікке қайтадан Индира Гандидің партиясы үнді ұлттық конгресі келді, және Индира Ганди екінші рет Үндістанның премьер-министрі болып тағайындалды. Ол бұрынғы экономикалық реформаларынан мүлдем басқа реформалар жүргізе бастады. Мемлекеттік сектор мен оған мемлекеттік бюджет салымдарды қысқартты, яғни әлеуметтік көмекті қысқартты, субсидияларды азайтты. Ең алдымен бұл жеке меншікке, яғни бизнесті дамытуға көп көңіл бөліне бастады. Оның арты экономикалық өрлеуге ұласты, яғни мәселен өнеркәсіп өндіріс жыл сайын 4-5%-ға өсіп отырған, ал ауыл шаруашылығы 9%-ға өсіп отырған екен. Жалпы экономикалық реформалар, осы Индира Ганди бастаған реформалар Үндістанның әлеуметтік жағдайына, экономикалық жағдайына өте қатты әсер етті. Үндістан, Қытай, Жапония, ақш сияқты алпауыт елдердің қатарына жақындады. Оның алтын қоры, мұнай өндіру ұлғайды, экспорт ұлғайды. Енді мына Гандидің кезінде ішкі жағдай өте күрделі болып қала берді. Ең алдымен ол суретте көріп тұрғандай, Үндістанда сикхтер деген осындай әскери каста бар. Мысалы, біз тарихтан бұрыннан бері білеміз, Үндістанда әртүрлі касталар бар екен. Соның ішінде, мысалы, брахмандар, вайшилер, шудралар деген сияқты осы әскери кастаның өкілдері сикхтер болатын. Бұл сикхтер ең алдымен жеке өздерінің діні бар. Бұл жеке халық ретінде оларды қарастыруға болады. Олар ең алдымен Пенджаб штатында өмір сүреді. Бұл сикхтер 1983 жылы көтеріліске шығып, үкіметке қарсы қастандық әрекеттерге көшті, көптеген жерлерді басып алды, күш көрсете бастады. Соның салдарынан Индира Ганди сикхтерге қарсы армияны қолдануға шешім қабылдады. Нәтижесінде сикхтердің алтын храмы, олардың қасиетті жері, яғни ол Амритсар қаласында, сол басып алынды. Мыңдаған сикхтер осы храмды басып алу кезінде қаза болды. Алайда келесі жылы осы Индира Гандидің күзетшілерінің бірі, ол негізі сикх болып табылатын, Гандиді атып өлтіреді. Индира Гандидің орнын оның ұлы Раджив Ганди басты. Ол осы саяси мансабын ол ерте бастаған болатын. 7-ші премьер-министрі болды. Раджив Ганди сикх мәселесін ретке келтіре алғанмен, мынау Үндістанның оңтүстігінде тамил мәселесі шиеленісті. Үндістан өте көп ұлтты және көп дінді мемлекет. Онда, мысалы, үнді деген жеке ұлт жоқ. Онда мыңдаған әртүрлі ұлттар бар. Олардың діндері әртүрлі, алайда көп бөлігі индуизм дінін ұстанады. Кезінде Үндістанның оңтүстігінде Тамилнад деген жеке мемлекет те болған еді. Осы тамил лаңкестерінің қозғалысы салдарынан Раджив Ганди 1991 жылы қаза табады. Қазір кезде Үндістанның қазіргі тарихында Нарендра Моди билік етуде. Ол қазіргі Үндістанның премьер-министрі, ол Бхаратия Жаната партияның басшысы, яғни Үнді халық партиясы. 21 ғасырда Үндістан экономикалық даму үстіндегі өте жылдам дамып келе жатқан елдердің бірі. Алайда бұл мемлекетте лаңкестік мәселесі әлі күнге дейін шешілген жоқ. Ең алдымен бұл лаңкестік мәселелер ұлттық тұрғыда, діни тұрғыда әлде орын алуда. Үндістанның экономикалық даму мәселесі айтқан кезде, ондағы жаңа технологиялар мәселесін айтпасқа болмайды. Жалпы Үндістан сыртқы саясатына келетін болсақ, Үндістан сыртқы саясаты Үнді-Пәкістан соғыстарына толы. Екі ел
құрылған кезде 1947-49 жылы ең алғашқы үнді-пәкістан соғысы орын алды. Нәтижесінде осы соғыс негізі екі елдің шекарасында Кашмир штаты үшін болған болатын. Соғыс барысында Үндістан жеңіп, Кашмир штатының 4-тен 3 бөлігін өзіне қосып алды. Сондай-ақ Неру премьер-министр қызметін атқарған кезде сыртқы саясатта қосылмау қозғалысы деген осындай саяси бағдар пайда болды. 50-60 жылдары біз білеміз, әлемде қырғи қабақ соғысы басталған еді. Яғни әлемнің бір елдері КСРО-ны, ал екінші елдері ақш-ты қолдады. Сөйтіп, осы екіге бөлініп, олар бір-бірімен күрес жүргізді. Алайда Үндістан осы екі саяси блоктың ешқайсысына қосылмай, НАТО-ға немесе Варшава шарты ұйымына қосылмай саясатын ұстанды. Ол қосылмау қозғалысы деп аталды. Оны осы Неру негізін қалаған болатын. Бірақ бұл қозғалыс ұзаққа созылмады. Нерудың қайтыс болуымен 1964 жылға дейін ғана өмір сүрді. Кейін Үндістан ең алдымен КСРО-ны қолдап, қырғи қабақ соғысында КСРО-ның одақтасы болды. Сондай-ақ Үндістанның саяси тарихында Қытаймен әскери қақтығыстар да орын алды. Ең алдымен бұл сол Кашмир штаты үшін, яғни Кашмир штаты 3 мемлекеттің шекарасында орналасқан болатын: Пәкістан, Үндістан және Қытай. Бұл қақтығыстар барысы негізінен себебі Пәкістанның өзінің территориясының, Кашмирдегі территориясының бір бөлігінің Қытайға беруіне байланысты болды. Ал Үндістан бұған өзінің қарсы екенін білдірді. Бұл Қытайдың жауабын алып келді. Қытай әскерлері Кашмирдің бір бөлігінен басып кіріп, екі елдің арасында қақтығыс болды. Қақтығыста Үндістан әскері негізі масқара жеңіліске ұшырады. Алайда КСРО мен ақш-тың араласуымен бұл қақтығыс тоқтатылды. Пәкістанмен қарым-қатынас негізінен Пәкістанның негізін салушы Мұхаммед Али Джинна кезінде қалыптаса бастады. Алайда Пәкістанмен қарым-қатынас Мұхаммед Аюб ханның кезінде ерекше шиеленісіп кетті. Бұл адам, Аюб хан, яғни Пәкістанның ірі диктаторларының бірі болды. Пәкістан мен Үндістанның ең басты айырмашылықтарының бірі бағана діни айырмашылықтан басқа басқару жүйесі. Егер де Үндістанда демократиялық сайлаулар арқылы мемлекет басшысы сайланып тағайындалып отырса, Пәкістанда керісінше, яғни әскери төңкерістер өте жиі болып отырды. Мәселен, осындай мысалдардың бірі Аюб ханның әскери диктатурасын айтуға болады. Үнді-Пәкістан қақтығыстарында екі ел өздеріне одақтасын іздеді. Үндістан одақтасы бағана айтып өткендей КСРО болды, ал Пәкістан одақтасы ақш болған болатын. Екінші Үнді-Пәкістан соғысы 1965 жылы болды. Оның барысында Үндістан кезекті рет жеңіп шықты. Сөйтіп, Қытаймен болған соғыста айырылған беделін қалпына келтірді. Кезекті картада үш мемлекеттің шекарасы түйіскен жер берілген, яғни Қытай, Үндістан, Пәкістан. Әлі күнге дейін бұл жердің мәселесі шешілген жоқ. Үшінші Үнді-Пәкістан соғысы 1971 жылы орын алды. Бұл соғыстың нәтижесінде Пәкістаннан Бангладеш мемлекеті бөлініп шықты. Бұл мемлекетті Үндістан қолдаған болатын. Картада ол сары түспен беріліп тұр. Екі елдің өзара қақтығыстары ядролық бомбаны жасауға алып келді. 1998 жылы мамырда Үндістан мен Пәкістан өздерінің ядролық қаруларын сынақтан өткізді. Сондай-ақ бұл мемлекеттер осы КСРО мен ақш-тың қолдауымен ғарышқа өздерінің жер серіктерін де ұшырған болатын. Қазір кезде сыртқы саясатын тоқталатын болсақ, Үндістан мен Пәкістан мәселесі әлі де шешімін тапқан жоқ. Мәселен, 2001 жылдың өзінде ақ Үнді парламентінің 14 мүшесі лаңкестердің қолынан қаза тапқан екен. Кейінгі жылдарда, 21 ғасырдың 10 жылдарында да бұндай іс-әрекеттер, лаңкестер болды.
мынау Қытаймен жағдай біршама шешімін тапқанмен, алайда жер мәселесі әлі де шешілмей келеді. Қазіргі кезде Үндістанның сыртқы саясаты негізінен дербестігімен ерекшеленеді. Бұл мемлекет мынау қазіргі Үндістанның КСРО-ның мұрагері Ресейге де, яғни ақш-қа да сыртқы саясатта бағынбайды, ең алдымен өзінің дербестігімен ерекшеленеді. Яғни барлық мемлекеттермен достық қарым-қатынас орнатуға тырысуда.